Ресейлік бірінші арна жаңалықтардың тікелей эфирінде қолына плакат ұстаған қыз студияға кіріп кетті. Қызметкер осы әрекеті үшін жазаға тартылды. Анығын айтайық. Әлеуметтік желіде ресейлік бірінші арна жаңалықтардың тікелей эфиріне плакат ұстап студияға кіріп кеткен келіншектің бейне жазбасы тарады. Видеода әйелдің қолындағы плакаттан «Соғысты тоқтатыңдар, пропагандаға сенбеңдер, бұл жерде өтірік айтады» деген жазуды аңғаруға болады. Бір қызығы тікелей эфирдегі жаңалық тоқтаған жоқ, бейне сюжетпен жалғасып кетті. Сол уақытта келіншекті сыртқа шығарған болуы керек. Кейін өз пікірін білдіруге ұмтылған әйелдің дәл сол телеарнада жұмыс істейтіні белгілі болды. Есімі Марина Овсянникова. Оған 30 000 рубль айыппұл салынған. Бұл туралы Тенгриньюс тілшісі жазды. Мария Овсянниковаға қатысты Ресей Федерациясы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің ескертусіз қоғамдық іс-шараны ұйымдастыру немесе өткізу бабы бойынша іс қозғалған. Адвокаттың айтуынша, құқық қорғау органдары қызметкерлері бір күн бұрын жарияланған басқа видеоға назар аударған. Онда Овсянникова адамдарды митингтерге шығуға шақырған. Овсянникованың өзі сот отырысында кінәсін мойындамайтынын мәлімдеді. Телеарнаның мәліметінше, тікелей эфир кезінде наразылық шарасын қалалық бөлімнің редакторы ұйымдастырған. Оқиғадан кейін оны полиция ұстаған. Кейін канал оқиға бойынша тексеріс жүргізіліп жатқанын айтты.